Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мейрамханадағы лағманның аз түспесе кем түспейтін құпия ингредиенттері бар лағман жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен етімізді маринаттаймыз. Ол үшін осы видеода көрсетілгендей етіп жіңішке формада турайтын боламыз, және де қатқан күйінде жақсырақ туралынады. Етіміз турап бір ыдысқа салып алғаннан кейін үстіне 2 ас қасық жүгері крахмалын саламыз, және одан кейін соя тұздығын құятын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз және бір жұмыртқаны жарып қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Маринад неғұрлым көбірек тұрса, соғұрлым дәмді болады. Осы дайындап араластырып алғаннан кейін бетін жауып, тоңазытқышқа 1 сағаттан жоғары уақытқа қойып қоямыз. Лағманға қарапайым су емес, дәм беретін ерекше су дайындайтын боламыз. Ол үшін сарымсақ пен имбир турап, үстіне ыстық су құйып, 1 сағаттай тұндыратын боламыз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Ол үшін пекин орам жапырағын аламыз, және де оның жұмсақ жерін алып тастап, тек қана қатты жерін пайдаланатын боламыз. Осылай керек мөлшерде ажыратып алғаннан кейін ортасынан 2 бөліп жұмсақ жерін алып тастап, видеода көрсетілгендей пышағымызды жатқызып тураймыз, сонда әдемі болып шығады. Және бұл лағманға светофор немесе тәтті бұрыштарды қоспаймыз. Дәл осы жартылай ащы бұрышты қосатын боламыз, және осы видеода көрсетілгендей етіп пышағымызды жатқызып кесіп аламыз. Енді сельдерейді турайтын боламыз. Осылай сабақтарын осы видеода көрсетілгендей етіп қиғаштап тураймыз, ал жапырақтарын ұсақтап турап аламыз. Одан кейін сарымсағымызды жіңішке етіп турап аламыз. Одан кейін пиязымызды жұқалап тураймыз. Жақсылап маринадталған етімізді осылай майды молырақ құйып, қатты отта жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Егер майын аз құятын болсаңыздар, маринадтың құрамында крахмал болғандықтан түбіне жабысып қалуы мүмкін. Жақсылап осылай қызартып қуырып алғаннан кейін майдан сүзіп аламыз. Дәл осы майымызға сарымсақ және пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Астын баспай қатты отта қуыра беретін боламыз, және пияз бен сарымсақ қуырылғаннан кейін етімізді кері салып, тағы да дәмі шығу үшін бірге 1-2 минуттай қуырамыз. Одан кейін тағы да сүзіп аламыз. Енді осы майымызға пекин орам жапырағын салып қуыратын боламыз. Қатты отта тек 1-2 минут қуырамыз. Одан артық ұстасаңыз, орам жапырақ пісіп кетеді. 1-2 минут өткеннен кейін тез-тез сүзіп аламыз. Егер тез-тез істеу қолыңыздан келмей жатса, табамызды оттың үстінен алып тастаймыз. Енді сол майымызға жартылай ащы бұрышымызды және сельдерейді салып, барлығын бірге жақсылап қуырамыз. Бұны да 1-2 минуттан артық ұстамаймыз. Қуырылғаннан кейін осылай сүзіп аламыз. Енді барлығын қуырған ыдысымыздың түбінде майды кішкене қалдырып, немесе басқа ыдысқа кішкене май құйып алып, қуырылған етімізді салып, үстіне лапизамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Лапиза қанық түс береді және дәм береді. Және дайындап қойған суымыздан кішкене құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, тез пісетін ет болса 5-7 минут, одан ұзағырақ пісетін болса, одан да ұзағырақ ұстайсыздар. Және қайнап уақыт өткеннен кейін банағы дайындап қойған жартылай ащы бұрышымызды және орам жапырағымызды салып, оның үстіне ходжу дәмдеу үшін Қытай уксусын құямыз.
барлығын жақсылап араластырып аламыз. Егер де тұз жетіспейтін болса, кішкене тұз салып жібереміз. Суы аз болып кетіп жатса, бана дайындап қойған сарымсақты судан құямыз және отты көп ұстамаймыз, бір қайнатып алып тастаймыз. Осы лағманның қамырының созылу әдісі және жасалуы менің YouTube каналымда бар. Сілтемесін описание қалдырып кететін боламын. Осы лағманды жасап көруге баршаңызға кеңес беремін, өйткені дәмі өте ерекше, бүкіл құпиясымен бөлістім. Баршаңызға ас болсын.